Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 9-шы сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 9-шы сыныпқа арналған 4-ші тоқсанның 90 бойынша жиынтық бақылау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Міндетті түрде арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алдағы уақытта мені жоғалтып алмас үшін колокольчик батырмасын басып алыңыздар. Ал ендеше listening тапсырмасынан бастайық. Task: listen to two people talking about why they visited or moved to a particular place. Match sentences from 1 to 2 with their opinion from A to D. There are two extra options. Яғни сіздер төменде екі спикер берілген, екі спикердің неліктен және қандай жерге барғандығы туралы сіздер сөйлемді жалғастыруларыңыз қажет. Қысқаша айтқанда A, B, C, D-дің біреуін таңдап, сөйлемді жалғастырып қоюларыңыз қажет. Бұл A, B, C, D-дің ішінен екеуін ғана таңдайсыздар, қалған екеуі артық болады. Бірінші спикердің жауабын оқиық. According to speaker 1, the only thing he would not do was seeing a kangaroo in the wild. Екінші спикер бойынша, speaker 2 was a bit nervous because she had to move to a different city on her town. Яғни бірінші спикердің дұрыс жауабы C, екінші спикердің дұрыс жауабы B. A мен D бізде артық болады. Келесі тапсырма бізде осы listening бойынша тапсырма. Listen to the speaker 3. Үшінші спикерді тыңдаңыз дейді. Replace the underlined words in the sentences from 1 to 3 with the words from the recording. Write only one word only for each case. Use the correct part of speech. Сіздерге сөйлем берілген. Үшінші спикердің сөзі бойынша сөйлем берілген. Және сол сөйлемнің ішіне, мысалы, үшінші сөйлем тұр. The professor Harold Jones was a popular person. Popular деген қарамен асы сызылып берген сөйлемні listening бойынша, тыңдауым бойынша басқа сөзге, яғни синонимін жазыңыздар дейді. Мағынасы бір, бірақ басқаша жазбасын, яғни синонимін жазуларыңыз керек. Үшіншісі, The professor Harold Jones was a popular person. Famous. Popular бізде famous'ге аударылады. The man wanted to persuade the professor to allow him as his team member. Convince. Persuade, convince айналады. The professor was surprised by his resume. Impressive деп ауысады. The man was very thankful for this chance. Thankful, grateful деп ауысады. Жалпы listening тапсырмасына 6 балл беріледі. Бұл бізде listening тапсырмасы. Толық балл 6 балл. Келесі бөлім бізде reading бөлімі. Reading бөлімінде сіздерге Modern Technology атты мәтін берілген. Осы мәтінді міндетті түрде оқисыздар. Оқушылар өздеріңіз алдына оқып алыңыздар. Мен оқып уақыт алмай қояйын. Мен ары қарай тапсырмаларды жалғастыра берейін. Reading бойынша тапсырма. Бірінші тапсырма. Read the text and circle the word that can replace the underlined word in the text without changing the meaning. Бұл тапсырма бізде listening тапсырмадағы бірінші тапсырмаға ұқсайды. Яғни бұл жерде сіздер мәтіннің ішінде беріліп тұрған асты сызылған сөздерді мағынасы ауыспай, жазылуы ауысқан түрін таңдайсыздар, яғни синоним түрін таңдауларыңыз қажет. Бірінші сөз бізде мына жерде жазылып тұр. Spend, асты сызылған. Дұрыс жауабы waste. Яғни мағынасы бірдей, жазылуы әртүрлі. Екінші сөз instant. Instant міне мына жерде тұр. Instant сөзінің мағынасы сәйкес келетін immediate. Үшінші сөз last, мағынасы келетін сөз continue. Осымен бізде reading бөлімінің алғашқы тапсырмасы аяқталады. Келесі тапсырмасы match paragraph from 1 to E to the topic sentence below. Сіздер бұл жерде 4, 5, 6 яғни тақырыптар берілген. Қысқаша тақырыпшалар. Осы тақырыпшалар мына мәтіннің ішінде қайсы абзацқа сәйкес келеді, соны жазуларыңыз қажет. Төртінші тапсырмасы our responsibility when choosing to use modern technology. Бұл тақырып Е абзацына сәйкес келеді, яғни И. Бесіншісі the impact of modern technology on everyday life over the past century. B бөліміне сәйкес келеді, B абзацына. Алтыншысы the effect of modern technology on young people. C абзацына сәйкес келеді. Жалпы reading тапсырмасы 6 балл. Міне мәтін және тапсырма.
Келесі тапсырма бізде writing тапсырмасы. Writing тапсырмасы choose one of the topics and write an essay. Төменде берілген тақырыптардың біреуін таңдап, сіздер эссе жазуларыңыз қажет. Мен бірінші тақырыпты таңдадым. Міне оқушылар, екі тақырыпты да көрсетейін. Бірінші тақырып. Topic 1. Traveling has become popular in recent years. What are the advantages and disadvantages of traveling? Қазіргі уақытта саяхаттаудың айырмашылығы, яғни артықшылықтары мен кемшіліктерін жазу керексіздер. Ал екінші тақырыпша What are the advantages and disadvantages of advanced technologies? Технологияның дамуының артықшылықтары мен кемшіліктерін жазасыздар. Яғни бірінші тақырыпша ол бізде саяхаттауға байланысты болса, екінші тақырып ол бізде технологияға байланысты. Мен бірінші тақырыпты таңдадым. Ендеше менің жазған эссемді оқиық. People often read books, magazines or newspapers or search on the internet to know something about the outside world. But this cannot be compared to seeing places with one's own eyes. Apart from the historical and natural sites, traveling makes it possible to meet people from different cultures, learn about their culture, customs, traditions, and food habits, their modes of dressing up, their language, and so many other details. There was a time when some of the most beautiful places of nature were inaccessible through roads. But the advancement of infrastructure has resulted in better and well-connected roads and highways. Browsing on your internet, you can find the cheapest and the most affordable way to travel. Whether you choose to travel by road or railways or by air, GPS or the global positioning system is a revolution, at least for the people who are not very good at navigating. If they are traveling to a place for the first time, most of the travel websites provide impressive discounts in travel season. When you travel within your country or abroad, you realize that people all over the world are the same, irrespective of their habits, their culture, their religion, their language. And as traveling today's world has become easier, we must make the most of it. Бұл бізде writing тапсырмасы, writing бөлімі. Оқушылар, сіздер бірінші тақырыпты жазсаңыздар да, екінші тақырыпты жазсаңыздар да өз қалауларыңыз. Мен бірінші тақырыпты таңдап жаздым. Writing бөліміне де 6 балл беріледі. Және келесі бөлім бізде speaking бөлімі. Speaking бөлімінде сіздерге карточкалар беріледі. Сол карточкаларға жауап берулеріңіз қажет. Бірінші карточка, екінші, үшінші, төртінші, бесінші карточкалар 6, 7, 8. Оқушылар, сіздер осы 8 карточканың ішінен біреуін таңдап жауап берулеріңіз қажет болады. Сіздерге барлығын алдын ала көрсетіп жатырмын, өздеріңіз дайындалу үшін де. Ал мен жалпы 4-ші карточканы таңдап, 4-ші карточка бойынша жауап бердім. Бірақ өкінішке орай жазуы мына жерге шығып кетіпті. Бірақ мен 4-ші карточкаға жауап бердім. Бірінші сұрақ. Do you think that there is life on other planets? And explain. Қалай ойлайсың, басқа планетада өмір бар ма? Және соны түсіндір дейді. Yes, I believe that there is life on other planet. There started revealed many similarities with the Earth, that is, it contained enough oxygen and hydrogen. But scientists still don't know the escapist answer to this question. Келесі сұрақ. Why do people explore space? Неліктен адам ғарышты зерттейді дейді. Because the discovery shows in space. Space has not yet been fully explored. It will take many more years to study it. And many specializes, not many people dare to do that. The specialty of space research is astronomy. Келесі сұрақ, үшінші сұрақ. What is the current situation of space exploration in your country? The main goal of modern scientists is their life on other planets. The search for a clear answer to the question is also to identify all the features of space.
Соңғы сұрақ. In your opinion, should money be spent on space exploration? Of course, space exploration will cost a lot of money. Бұл бізде 4-ші карточканың сұрақтарының жауаптары. Оқушылар, осымен бізде 4-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмасының талдау сабағы аяқталды. Алғашқы тапсырма бізде листинг тапсырмасы. Листинг тапсырмасы 6 балл, толық жауап берілді. Келесі тапсырма ридинг тапсырмасы 6 балл, толық жауап берілді. Райтинг тапсырмасы бірінші тақырыпшыға эссе жазылды. Және спикинг тапсырмасында 4-ші карточкаға жауап жазылды. Жалпы балл 24 балл. Сіздерге 24 баллдан 24 балл алуды тілеймін. Сабақ пайдалы болса, міндетті түрде тіркеліп, мені жоғалтып алмас үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Ингл Туб арнасы.